Сәлем достар, қалайсыздар? Так, не істеп жатсыздар деймін. Мен Эбебек деген білесіңдер ма? Турцияда сондай бір сайт бар, дүкен бар, сеть. Онлайн заказ беруге болады. Үйге можно офлайнда барып сатып алуға. Бір коробка болып келді. Плюс отдельно сырғанайтын бар ғой, маленький. Үйге домашний сондай заказала. Ол отдельно каргамен келеді. Так, не бергем көрсетейін. Мынау жилетка. Ауа айдау керек. Үйде как раз насос бар. Мына жерден жанынан арқасында бар. Бір кезде жилетка болады. Круг соған қарағанда кішкене более-менее безопасный болар деп алғаным. 5 жасына дейін қолданады. Мына жерде бауы бар. Үйіп тұрады, как материалы бәрі кругтік сияқты. Жүзгенде ыңғайлы деп алдым. Осы қызығып жүредім, балалардан көргенде удобно екен деп. Сосын мынандай ойыншықтар көп, бірақ сонда да кішкене разнообразие. Типа осыған ұқсайтын тоже бір игрушкасы бар. Формалар бұл жерде. Мелкая моторика алды. Соны осындай заказ бердім, кубик пазл. Дальше мен балам көп сызған жақсы көреді, ручкалы патер сызып жүреді. Соған арнап мынандай алдым, планшет ручкасымен. Видеосы бар, как раз қызықтап соны ойнап жүр мадан бері. Осындай алдым. Осының бәріне, осы ойыншықтармен, снэкс, кейде после обеда тамақтан кейін етең тартып жабысып жүреді. Қасыма отыр деп сол кезде дейді, снэксті беріп қойсам, спокойно отырады да. Сол үшін алдым. Бәрі без глютена, без сахара, сондайлар, детский специальный. Алдым. Бәріне еще плюс не алдым. Мына сырғанақ бар еще баскетбольный корзина алдым. Соның бәріне 28 000 теңге кетті. Тағы қазір менде не бар? Отдельный ішінде жоқ. Неге салып тастадым шкафқа. Так, мынау сладкая картошка для детей. Бұнау, Хусейфе, бұнау. Бұл есептеледі, типа фруктовый печенька. Кетсіз тәріпті. Ондай 6 книжка. Макаронка. Макаронка оларда, обычно иногда салған дейді. Жазыпты көрдіңіз ма? Мерджимек деп. Чечевицадан жасалған макаронка. Онан жасалған емес, чечевицадан жасалған макаронка. Балдар обычно макарон жақсы көреді ғой. Чечевицаны көп ішіп жүреді. Соның етін андай түрде берем деп шештім. Ал. Қысып алам деп. Мынаның ішінде не бар? Қазір ашып қарайын. Мынандай разноцветный. Но тоже с овощами. На цвете, мысалы, шпинат, морковь, солардан жасалған. Макароны. Дальше нужна сладкая картошка. Здесь макаронка. Нуттан жасалған. Тоже как макаронка. Так, күріш ретінде бересіңіз.
Бірақ нутпен жасалған. Мынаны қазір ашып қарайын. Және мынау не деп аталады, жұмыртқаның скорлупасы бар ғой, соны ұн қылып езген, тамаққа салып бересіз балаға, кальций, натуральный кальций. Кашкілеріне, жаңа сорпасына, макаронкілердің арасына да салып жіберуге болады да, езіліп кетеді. Сөйтіп беруге болады балаға. Осындай жеме-жемеме білмеймін, қарадым алып көрейін деп, растап салам ғой деп. Сосын жаңа пакетиктерді ғана оратылған ғой. Мынау тархана деген, білесіңдер ма, білмейсіңдер ма, бұда сорпа жасайды. Мынау именно детский түрі, типа органик ішінен бері. Біздерде для взрослых обычный кухняда қолданатынымыз бар. Бірақ дейтін без специя болғасы. Обычно специямен болады да. Мына без специя балаларға арналған, балаларға. Так, неше деп тұр? 6+. Так, бұның ішінде барлық ішінде ингредиенттерді құрғатып күнге, сосын осылай езіп, осылай упаковать етіп береді. Бұны дейтін немен сорпа қылып, суға езіп, қайнатып, сөйлай сорпаға, как түріне қарсаңыз, мержимек сорпасы болады, крем сорпа. Бірақ өте пайдалы, мына жерде көріп жазылып тұр, көрдіңіз бе? Органик, там будайны, не, ұн, перец, йогурт, жуа, экші майя деген аштықы бар ғой. Сол майя деген аштықы, на самом деле. Сосын авоч, это морковь, мята, крапива. Бәрін дейтін араластырып, күнге естейді ма, езіп, күнге құрғатады, сонда осындай болып шығады. Вот, түсіндіре алмадым, білмеймін. Интернетте қарасаңыз болады, өте пайдалы сорпа мынау. Бұны беріп қарайым, ішеме, негізінде кремовый сорпаны көп ішін келмейді. Қасына бірден араластырып бермесен, беріп қарайыншы деп алғаным. Осының барлығына 28 000 теңге ақша кетті. Булочки в сейфе. Да. Tamam, kareni yap. Kare. Bu kare. Aha, aferin. Yıldız. Buraya yıldız. Buraya yıldız. Evet, aferin. Ne var? Bak, daire. Bu. Daire. Aha.